Достар, сәлем. Бүгін сіздерге пиццаның оригинал соусы мен қамырын жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнды илеуіштен өткізіп аламыз. Одан соң құрғақ ингредиенттердің барлығын салып шығамыз. Бұл жақта тұз бен қант, ашытқы және жылы су, сұйық май. Мен барлық ингредиенттерді толық описанияға жазатын боламын, сол жерден көріңіздер. Қамырымызды жұмсақ қылып илеймізді, екіге бөліп, пакетке салып, екеуін мұздатқышқа 2 сағатқа қоя тұрамыз. Енді біз пиццаның соусын жасайтын боламыз. Бізге осыны сацебели қажет. Кез келген дүкендерден сатып алуға болады, немесе қолдан жасауға да болады. Қант қосамыз және де орегано приправасын қосамыз да 2 минуттай араластырамыз. Сонымен біздің соусымыз дайын. Енді бізге пицца жасайтын арнайы осындай форма қажет. Бұл өте жұқа болады. Осы формамен пиццаларыңыз 10 минутта пісіп шығатын болады. Енді қамырды аламыз да осы қолымызбен жайып шығамыз. Одан соң жаңағы соусымызды тура ортасына салып, айналдыра барлық шетіне жағып шығамыз. Бұл пиццаға кез келген начинкаларды қолдансаңыздар болады. Шұжықтарды, фарш, болгар бұрышын, қызанақ, әртүрлі. Бұл жерде менде аңшылық шұжықтары және де 2 сырды қолданамын. Ең бірінші моцарелла сыры 41%-ден жоғары болу керек. Және осы моцарелла сырды қоссаңыздар, пиццаларыңыз ағып, еріп тұратын болады. Одан соң кәдімгі сырды қостым. Енді бетіне черри қызанақтарын қойып шығамыз. Сонымен қызып тұрған духовкаға 210 градуста 10 минуттай пісіріп аламын. Міне қыздар, 10 минутта пиццамызда дайын болды. Менің отбасым пиццаны өте жақсы көреді, сондықтан да мен тек қана осы рецепт бойынша дайындаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де қыздар, менің каналымда пиццалардың тегін мастер-класстары бар. Ол жақта мен пиццаның оригинал соусы мен қамырын жасап көрсететін боламын. Ешқандай кетчуп, майонез емес, пепперони пиццасы, қазыдан жасалған пицца және маргарита пиццасы. Барлықтарыңызға көп рахмет, қарап көріңіздер.